Бахри Ихсанды полиция тапсырған еді, бірақ полиция бастығы Ихсанды алып қалады. Жандағы полицияларға Ихсан қашып кетті деп айта салыңдар, сендер бөлімшеге қайта беріңдер дейді. Пойрас Тұрғыттың ізіне түсіпті. Егер бізден бұрын тапса, біздің басымыз кетеді дейді. Сондықтан Тұрғытты одан бірін іздеп тауып, оның көзін құртуымыз керек. Қазір Пойрас Тұрғыттың әнші қызына күзетші болып жүр. Бұйрық жоғарыдан келді. Пойрастың жоғарыда адамдары болуы мүмкін дейді. Умран Бахридің үйіне қайтадан жұмысқа келеді. Оны көрген Сонгүл таң қалып қалады. Иә, қайтадан жұмысқа шықтым. Таш мырза барып мені ертіп келді дейді. Алдын Сонгүл Таш пен Умранның бірге тұрғанын суретке түсіріп, Умранның түрмеде жатқан күйеуіне жіберген еді. Түрмеде отқанда сен әркіммен жүрдің деп Умранның күйеуі сол себептен Умранды ұрған болатын. Сонгүл Умраннан сол сурет туралы ешкімге айтпа деп кешірім сұрап тұр. Ал Умран болса білмеймін дейді. Бірақ сіздің кесіріңізден мен күйеуімнен таяқ жедім деді. Маған енді ондай қиянат жасай алмайсың деп Умран кетіп қалады. Мелтем Чидемнің күйеуін аңдып, басқа қызбен сүйісіп тұрған суреттерін интернетке таратып жібереді. Салих Тұрғытты табу үшін оның қызының ізінен аңдиды, адамдарын жіберген еді. Қызды күзетіп жүрген полиция жігіт Пойразға хабарласып, ізімізде адамдар бар, тез келіңіз дейді. Көліктерін тұраққа қойып енді түсе бергенде екі жақтан адам келеді. Жанындағы полицияны атып тастайды, ал Селим қашып кетеді. Пойрас дер кезінде келеді. Полиция жігіттің үстінде бронежилет болады, сондықтан ол тірі қалыпты. Селин тығылып отыр. Пойрас да Селинді іздеп жүрген еді. Селинді Ихсанның адамдары тауып алып көлікке мінгізбекші болады. Пойрас келіп атқылай бастаған кезде Селинді тастап кетіп, әлгі қылмыскерлер қашып кетеді. Селин бұлар неге мені аңдып жүр деп қорқып кетеді, бірақ Пойрас оған шындықты әлі айтқан жоқ. Сема Зүлфикардан Зефер мен Дефненің ортасында не бар деп сұрап жатады. Зүлфикар ол енді Сефер екеулерінің шаруаларын деп кетіп қалады. Сол кезде Сефер де келіп, не болды, не үшін сұрап жатырсың дейді. Екеуміз айырылысып кеттік қой, енді менде не шаруаң бар, әркім өз жөнімен жүрсін дейді Семаға. Сема Сеферге мен аурумын, жақында өлемін деп айтады. Сефер Семаны тыңдамағандай бәріміз де өлеміз, онда тұрған не бар, бұл жаңалық емес деп оның айтқан сөздерін тыңдамай кетіп қалады. Интернет беттерінде Чидемнің күйеуінің басқа қызбен жүрген суреттері тарайды. Үйдегілердің барлығы үлкен залға жиналып қарап тұр екен. Сема келіп, сендерге не болды деп таң қалып қарайды. Сефер Семаға тосынсый жасапты. Үйге неке қиятын маманды да шақырып қойған екен. Екеуі үйленгелі жатыр. Маған күйеуге шықпай тағы да мені тастап кететін болсаң, осы жерде сені өлтіре саламын деп күліп айтады Сефер. Мен шындықты білемін, маған айтпай қалайша жалғыз өзің бұл аурумен күресіп жүрсің дейді. Барлығын қайта бастаймыз дейді. Сефер мен Сема некелерін қияды.